Сәлем қыздар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өзімнің каналымда сіздерге қызылшадан жасалатын икраның рецептімен бөліскім келеді. Бұл қысқа арналған өте дәмді салаттардың бірі болып саналады. Ол үшін бізге керек заттар міне видеода көрсетіп қойдым. Осы заттардың қаншалықты көлемде қажет болатындығын видеоның астына жазып кететін боламын. Осы заттарды блендердан немесе мясорубкадан өткізіп, арнайылап, ұсақтап барлығын дайындап аламыз. Барлығын бір-біртіндеп видеодағыдай көрсетілгендей қайнатып аламыз. Қызып тұрған қазанымызға жарты литр майымызды құйып, оған сарымсақты саламыз. Сарымсағымызды жақсылап тұрып қуырып аламыз. 10 минуттай қуырсақ жетеді. Сарымсағымызды қуырып болғаннан кейін оған үстіне морковімізді саламыз. Морковьті тоже 10 минуттай қызар қайнатып пісіріп аламыз. Морковіміз барлығы жұмсарып пісқаннан кейін оның үстіне свекламызды саламыз. Свекламыздың үстіне 10 минуттан кейін жаңағы қызыл тәтті бұрыштарымызды саламыз. Тәтті бұрыштарымыздан кейін помидорды саламыз. Барлығын жеке-жеке 10 минуттан қайнатып пісіріп алсақ болады. Барлық ингредиенттарды салып болғаннан кейін 3 қасық қант, 3 қасық тұз және 1 үлкен қасықпен уксус құйып және 1 үлкен қасық бұрышымызды салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Тағы да бір 10 минут қайнатамыз соңында. Сонымен біздің салатымыз дайын болады. Барлықтарыңызға аз болсын, осы рецептпен жасап көріңіздер.